Сәлеметсіздер ме? Біз бүгін Сен+ деген сайттың лендинг бөліміне обзор жасайтын боламыз. Каналға жазылып қойыңыздар. Интернетке қатысты, телефон, компьютерге қатысты, сайттарға қатысты осындай ақпараттар болады. Тіркелсеңіздер болады, ақпараттар жазып не істеп. Регистрациямен жасалған. Войти через Google арқылы келсеңіздер де болады. Кіргеннен кейін бұл жоғары жақта бөлімдер бар, сол жерде сайт деген бар, сол жерге барсаңыздар, создать сайт деп тұрады, соған басасыздар. Басқаның екі вариант ұсынады. Біреу полноценный сайт, екінші мини-лендинг. Полноценный сайт әлі разработкада. Мини-лендингке кіреміз. Кіргеннен кейін мына жерден жаңадан страница создавать етсеңіздер болады. Разделдер арқылы өтіп қарасаңыздар да болады. Магазин, мысалы бизнес деп. Осы жерден бір шаблон алып көрейік, обзор жасап көрейік. Мына біреуін алайын. Өзгерту, редактировать батырмасын басайын. Кіргеннен кейін мына жақ бетінде нелер орналасқан. Обложка, текст, галерея, түрлі элементтер. Ал оң жақ бетінде инструменттер орналасқан. Ал кеттік, жоғарыда мынау тақырып жазылған, тақырыбын өзгертейік. Таргет жасап үйрену деп мына жерден іздеп көрейік. Осы жерден мына тақырыпты алайық та, копировать етіп. Қойылмайды екен, не басқан жағы басқан кезде стрел және V кнопкасын басып қойық. Сосын мына жерден орталайық. Астыға фон кетіп қалды. Значит, астындағы ненің сайттың элементімен кетіп қалды. Онда кейін істеп, шегендіріп жазылайық. Таргет жарнамасын жасап үйрену деп. Бастап жазайық. Үйрену. Не жасадық? Жасап болғаннан кейін мына жерден шрифт қоюға болады, размер қоюға болады, сосын жирный қылуға болады, жай қылуға болады, курсив қылуға болады, астын сызуға болады, немесе мына жерді басып түсін таңдасаңыздар болады, шрифтін. Ақ таңдай салайық мына фонға. Астына таргет жарнамасын Instagram, Facebook'те. Енді былай көрейік. Өзімізге мысалы қойып барып не істесе қалай болады екен, жаңағыдай ошибка бола ма, болмай ма, соны көреміз. Тегіс қалдық, жаңа көрдіңіздер ғой, қара болып не істеп жатыр. Кірдік, қойдық, міне қойылдың дұрыс. Жерден не істеуге болады, номерлеуге болады, мына жерден ссылка қоюға болады текстке. Астына түсейік. Астамда бізде 3D не бар, кітапша. Ол жерге лид магниттеріңізді, нелеріңізді қойға болады. Упаковканың суреттерін. Мына жерден дайын суреттер іздеп көрейік. Бізде неге арнайы жасалған не жоқ, дайын макет жоқ. Сондықтан картинка алайық бір. Таргетке байланысты. Бірінші тұрғанды ала салайық. Жан-жағы қиылып қалам екен, алайық. Мынандай бір сайт бар, 3D Cover Design деген. Сол сайтқа кіреміз. Кіргеннен кейін мына жерде түрлі варианттар бар.
тандауга. Китап, дисктер бар неше түрлі. Біз мына бір кітапшаны алсақ, мысал ретінде. Мына жерден файл таңдаймыз. Осы жерден жаңа таргеттің суретін аламыз да, открыть басамыз. Суретіміз орналасты, сосын создать 3D деп басамыз. Астында процесс жүріп жатыр. Жасалып болғаннан кейін скачать оригинал деп лақтырып аламыз кітапшамызды. Үстінен басып, оң жағын басып, сохранить картинку как деп басамыз да, сосын өзімізге керек жерді таңдап сохранить аламыз. PNG форматын сақталды. Керек емес, на сайт. Керек емес. Керек емес. Сосын осы жерден суреттің үстінен басып, мына жерден настройкасымен суреттің түсі, фонын, тағы сол секілді. Мына жерден суретті удалить етеміз, сосын не істемей тұрып, суретіміз алмай тұрып, мына жерден карусел қойға болады, видео қойға болады. ютубтан істеп, не таңдап, видео таңдап, ссылка таңдап, видео қойса болады. Картинка. Одан кейін суретімізді мына жерден загрузить етіп аламыз. Үстінен басамыз, немесе алып барсақ та болады, тартып суретті. Сосын вернуться к списку файл басамыз да, осы жерден жаңағы загрузителген картинкамызды таңдап аламыз. Қарап тұрсаң жаңағы алыс жатып кетті. Сол үшін стили блока дегенді басып, мына жерден интервалдарды кішірейтсек болады. 0, 0. Мына жерден интервал таңдаймыз, 30. 0 қойсақ та болады былай. Суретіміз дайын. Астында форма бар. Мына жерден қалай берсін, дополнить заявку деп өзгертсеңіз болады. Мына жерден форманы мына жерден ручканың белгісін басып, карандаштың мына жерде атыңызды өзгертуге болады, мысалы. Мына жерде міндетті деп қойылады, мысалы, белгілеп. Сосын өзгертуге болады сөзді, бірақ қарап тұрсаңыз, форманың дайын еді. Email өшірілмейді, мына жерден удалитілмейді. Добавить басып, тағы да мына жерден басқа таңдасаңыз болады. Телефон деп қойсаңыз болады, мысалы. Бойдан аттарын қойға болады, мына жерде мысалы үстінде жазылып тұрады. Жаңа текстің нелері түсі. Мына жерге сөз жазса болады, мысалы. Форма настройкасын мына жерде түсін өзгертуге болады жаңағыдай. Көлемі мына жерде. Мына жерде жаңағыдай тоже екі жағын кессек болады. Шағында оқып, әдемді оқып, ыңғайлап. Жерден 30-тар несек болады, мысалы, жоғары қарай.
астыңғы жағы. Болмаса бұны өшіріп тастап, өрит етіп, мынау сол жақ бетіндегі элементтерден кнопканы әкеп жерге қойсақ болады. Не қойдық? Қойғаннан кейін үстінен басамыз. Сөзін өзгертуге болады. Сайтқа өту, мына жерден описаниясын жазуға. Мына жерге ссылка қойға болады. Ссылканың орнына мына жерден Google дискіден копировать етіп, мына бір тестті қоя салайын. Қойылды ссылкамыз. Мына нелер міне. Социальный сеттер. Бұны тоже элементтерден алып қоямыз. Қазір. Мына жерде мен соцсети деген бар, соны аламыз да. Тартып әкеліп қоямыз. Список ретінде мына жерде қойылады. Мына жерін өзгертсек болады иконка қылып. Иконканың мына жерде түрлі варианттары бар. Мына жерде размерлерін істесек болады. Үлкен, кіші, орташа қоямыз. Сосын мына жерден өшіріп тастасақ болады. Удалить етіп. Немесе мына жерден өзгертсек болады. Мысалы қандай керек? Мысалы YouTube керек мысалы. Мына жерге сосын ссылка қойсақ болады. Мысалы YouTube'дан мен каналымның несін алайын да, копировать етіп. Применить. Дайын болды. Мына жерден тоже жаңа секілді мынау сыртындағы жасылмен есеп тұр, ол мына жерден артқы фон қойсақ болады, мысалы ол жерге. Бізге қажет емес, бірақ соны жан жақтағы отступтарын, нелерін, интервалдарын кішірейтсек болады, ыңғайлап. Мына жақта міне текст қойсақ болады, тартып әкеп. Екінші бізде элемент обложка. Мына жерден өзгеріс жасасақ болады, жаңа мына секілді. Сосын мына жерден стиль блока деген жерден фонын алып тастасақ болады. Размерін кішірейтсек болады, мына жерден үлкен қылып. Аватардың суреттің несін оңға қойсақ болады, солға қойсақ, тура ортасына қойсақ болады. Мына жерден суреттен тастасақ болады аватаркаға. Обрезать. Суретім жүктеліп жатыр. Одан кейінгі бізде галерея. Галереяда тоже айтқан сияқты карусель жасауға болады. Видео жасауға болады, мысалы. Тоже YouTube'дан видео алып қойық, ссылканы. Қойдық, неміз дайын. Тоже настройки етіп жүрсек болады, жан жақтарын. Дайын. Видеомыз. Мына жерде кнопканы көрсеттім, соцсетиді көрсеттім. Чатбот қоюға болады, если что. Отступ қоюға болады араларына. Мына жерден размерлерді настройки етсем болады. Линия қойсақ болады. Жерде линияның суретін таңдап.
түрлі нелер бар. Мына жерден үлкейтсек болады. Отступтарын қойсақ болады тоже. Мына жерде оң жақтағы инструменттерде настроить етсек болады. Мысалы, фон түсін. Андай қалайық. Бізде мына сүт өзгермей отырғаны, бізге мына жерде не қойылған? Фонға изображение қойылған. Осы жерден мына жерде алып тастасақ болады. Немесе сол жерден қайта настроить етіп не істеп мына жерден таңдасақ болады сурет. Бізге фоновый изображение керек емес. Мына жерден ширинасын қойсақ болады. Мына жерде кнопкаларды настроить етсек болады. Мысалы, бізде жасыл тұр. Мына жерден настроить дегенді басып, цвет фонын мынандайға алып, сары қылып, контурды жасыл, анық. Сосын несін размерін кішкене үлкейтіп, мына жерге текстін жазуын тоже сондай расылап алсақ болады. Қою таңдап, үлкейтіп сөзімізді. Жерден нені дөңес қылсақ болады, мысалы. Сохранить. Фонымызды нені қойық, градиент қойық. Мына жерден несін өзгертсек болады, шрифттерді. Міне осындай обзор бізде линейк бетіне осылай істеп жасап шамалы шаруаларыңызға пайдалансаңыздар болады. Опубликовать жасаңыз, просмотрмен қарап алсаңыздар да болады. Мына жерге тақырыптарын жазсаңыздар болады сайтқа названиясы ретінде. Біз таргет жасап үйреніп жүрсек. Одан кейін мына жерге домен придумать етеміз. Таргет қазақша болсын. Мына жерден таңдасақ болады. Шағында бір таңдай салайық. Сохранить. Сохраниттен кейін перейти, көрейік. Ашық шығып тұр. Жарайды, қазір жабайық та әуелі. Сосын сайты бөлімі өтіп барып қарап көрейік. Сайты бөлімінде біздің жасаған неміз тұр. Үстінен басамыз. Қарап көрейік. Міне біздің жасаған сайтымыз. Осы жерден SEO настройка жасауға болады. Описаниясын, заголовок, ключевые словалар жасауға болады. Аналитика. Кейін шегінеміз, таргет жасап беруін дегенді басып. Осы жерден мынау ат жазылып тұрған жерде мынау 3 бұрыш не тұр, стрелка тұр, төмен қарап, соны басасыз, басқа нені копировать етіп. Мына жерінде копировать етуге болады. Жазылған жоқ қойып бізде не. Қойып қарап көрейік мына жерден. Кіріп тұр. Сайтымыз. Мен сайтының лендинг бөліміне жасалған обзорымыз осындай болды.
жазылып қойыңыздар каналға. Алда тағы да басқа да сайттар жасайтын конструкторлар туралы басқа да мағлұматтар болады компьютерге қатысты, интернетке қатысты. Сау болыңыздар.